Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Атырауда әйелді пышақтаған ер адам іздестіріліп жатыр. Облыстық ПД мәліметінше, ер адам мен әйел азаматтық некеде болған. Қазір шабуылдаған адам іздестіріліп жатыр. 9 маусым күні Атырау қаласында көп қабатты үйлердің бірінде 30 жастағы әйелді өлтіруге оқталған 29 жастағы күдіктіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Жеке басы анықталып, күдіктіні ұстауға бағытталған жедел іздестіру шаралары жүргізіліп жатыр. Сот медициналық сараптамасы тағайындалды. Күдікті мен жәбірленушінің азаматтығы некеде тұрғаны анықталды делінген Атырау облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі таратқан мәліметте. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.